Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Әйгерім Батырхан. Бүгін мен жаңа жұмысым жайында айтып өтейін дедім. Бүгін мен съемкаға бара жатырмын. Ол съемкаға бірінші рет өмірімде не болатынын білмеймін, қандай сұрақтар қойылатынын білмеймін, кейіпкерлердің кім болатынын білмеймін, жалпы сценарий жайында аса білмеймін, және қаяқта болатынын жайында білмеймін. Сөйтіп бара жатырмын съемкаға бірінші рет. Не себепті дейсіздер ғой? Себебі мен ол съемкада тележүргізуші боламын. Ол бағдарламаның жүргізушісі боламын. Мен көп жағдайда бұған дейін әрине бағдарламаларды жүргіздім, бірақ оның көбінде журналист ретінде және редактор ретінде қызмет ететінмін. Яғни съемканың қалай болатынын, қай жерде болатын, кімнен сұхбат алынатын, оның бәрін ұйымдастырып, сол жерге жаңағы сценарийді жазып, алдын ала бір ай бұрын жаңағы съемкаға дайындалатын мен болатынмын. Мен бәрін білетінмін. Ал оператор, режиссер және жаңағы тележүргізушісі, басқалар звукорежиссер, оның бәрі тек қана съемкаға келетінді дайынға сол жерде қызметтерін атқарып кететін. Әрине, оның бәрін басында қызмет атқаратын ол редактор, сол жерде де жұмыс істейтін редактор, кейін съемка аяқталғаннан кейін оның постпродакшнде жаңағы монтажын бәрін істейтін, эфирға шыққанын қадағалайтын редактор болатын. Сонымен бүгін мен бірінші рет жай ғана жүргізуші ретінде бара жатырмын. Біз журналистер, редакторлар, тележүргізушілерді говорящая голова дейтінбіз. Міне, мен қазір бүгін говорящая голова болам. Тек қана редакторлардың, жаңағы сценаристердің айтқаны бойынша жүріп, айтқаны бойынша сөйлеп, солар не айтады, сол бойынша қызмет атқарам. Өте қызық. Мен өзім таңғалып тұрған жоқпын, бірақ мен қызық болып тұр. Қалай болады екен съемка, қай жақта өтеді екен, не болады екен дегендей. Білмеймін, съемка барысын түсіре алам ба, түсіре алмайым ба, қалай болады екен. Бірақ съемкадан кейінгі образымды көрсетіп, содан кейінгі өз ойыммен тағы да бөлісуге тырысамын. Бірінші күнін түсіріп біттік, енді жексенбі күні тағы да басқа да локацияларда түсіреміз. Жалпы жаман емес, бәрі жақсы өтті. Міне көріп тұрғандай грим жасалды маған. Бұл грим камерада адамның беті жақсы әдемі көріну үшін жасалады. Ал өмірде былай қарасаң, әрине өмірде бұндай гриммен жүру мүмкін емес. Бұл әр грим жалпы түрлі-түрліге бөлінеді. Мысалы, тойда қалыңдыққа жасалатын грим болады, актерге жасалатын театрда грим бөлек, тележүргізушінің гримі бөлек, киноға түсетін актердің гримі бөлек. Әр түрлі болады. Соның бір түрі міне көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы жаман емес, өзіме қатты ұнады, өзімді еркін сезіндім, маған бәрі ұнады. Камерада, операторларда, жаңағы редакторларда, бәрі ұнады. Жаман емес, енді болашақта көре жатармыз, қалай болып шығады. Себебі түсіру бір бөлек, оны монтаждап, жаңа халыққа жеткізу бір бөлек. Сондықтан енді постпродакшнды күтеміз. Оның алдында әрине екінші съемкамыз бар, 3 локацияға барамыз ол кезде. Соның бәрін түсіріп бітіп, бұл бағдарлама эфирге шығатын болады. Бәрі тамаша, өзім еркін сезіндім, себебі бұл менің ортам, бұл менің екінші үйім десем де болады. Мен енді кеш батты, үйге бару керек. Менімен бірге болыңыздар, осы сюжетіме лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Алда әлі талай қызық болады деген ойдамын. Сау болыңыздар.